қандай? Жақсы. Өте жақсы. Ондай болса балалар, кәдімгі бәріміз ортаға келеміз, ортаға шығамыз. Сенім аралық тренинг өткізіп жіберейік балалар бірге. Яғни біздер бір-бірімізге не істейміз? Жақсы тілектер айтамыз. Келді, бәріміз қол ұстасып тұрамыз. Ортаға шығамыз, қол ұстасамыз, бәріміз кәдімгі келді. Қол ұстасып тұрайық бәріміз. Бір-бірімізге жақсы тілектер айтамыз, иә? Ал мен Ғайыпке айтамын. Мен саған сенемін, сен өте ақылдысың. Мен саған сенемін, сен күштісің. Мен саған сенемін, сен жақсысың. Мен саған Сенемін, сен сенемін. әдептісің, е? Айта ғой. Бір-бірімізге айтамыз. Теседі айтамыз. Мен сенемін. 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 Қандайсың? Мейірімдісің, е? Теседі айтып шығамыз бір-бірімізге. Мен сені сенемін. Сен ақылды. Дұрыс. Айта ғой. Сенемін. Сен әдемісің. Әдемісің, өте керемет. Айта ғой. Мен сенемін. 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 Қандайсың, сен қандайсың? Қандай? Жақсысың деп айтуымызға болады. Ары қарай айтамыз. Мен саған сенемін. Өйткені Сен қандайсың? мейірімсің. Мейірімсің. Жарайды, сен айта ғой. Күштісің деп айта ғой. Мен сен айта ғой, сен. Айта ғой. Иә, айта ғой. Мен сені Сенемін. Мен сені сенемін. И сен жақсы. Жақсысың. Жарайды, сен айта ғой, Қадырым. Сен Қандай? Мықты ма? Иә. Мықтысың деп айт. Ал, сен айта ғой. Мен Сенемін. Қандайсың? жақсы. Жарайды, сен айта ғой. Сен ақылдысың. Так, маған айта ғой. Жарайды, жақсы балалар. Өте жақсы, иә, бір-бірімізге жақсы тілектер айтты. Енді балалар, осы жерде тұрып, бәріміз кәдімгі екі топқа бөлініп алайық. Яғни, мына себетте конфет бар, сол конфеттер кәдімгі бәріміз бір-біреуден аламыз. Бір-біреуден аламыз. Бір-біреуден аламыз, бір-біреуден балалар. Так, бір-біреуден аламыз, ала ғой. Так, бір-біреуден аламыз, иә. Так, отырыңдар балалар. Топқа бөліндік жақсы. Отырыңдар. Так, кейін сабақтың соңында. Так, ал балалар, отырдық па? Өте жақсы. Енді бәріміз берді. Не берді? Жаттау берді. Ал кім айтады үйге берген тапсырманы? Айта ғой. Қоңырау қағылды. Алғашқы Арынды. Сыныпқа балалар кезекпен ағылды. Рәжім отыра, бұл жақсы. Абдрахманов. Қоңырау қағылды. Ағашына ағылды. Сыныпты балалар ағашына ағылды. Кезекпен отыра, бұл жақсы. Айта ғой. Киіп. Қоңырау қағылды. Алғашқы сыныпқа балалар кезекпен ағылды. Өте жақсы. Тақтаға қараймыз. Біз не көріп тұрмыз, балалар? Қандай суреттерді көріп тұрмыз? Мына не балалар? Сағат екен. Әрі қарай. Не істеп жатыр? Төсегінде ұйықтап жатыр екен. Мына жердегі балалар не істеп жатыр, балалар? Жаттығу жасап жатыр. Ал енді мына жерде балалар не істеп жатыр? Ақшып жатыр екен. Мына суретке балалар мектепке бара жатыр екен. Енді осының бәрін біз бір ауыз сөзбен қалай айтуымызға болады екен? Дұрыс айтасың, күн тәртібі. Яғни балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің күн тәртібім екен. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар, яғни қандай, қанша, қайда деген сұрақтарды құрастырып және оған жауап беруді, айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айтуды үйренесіңдер балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты жаңа сөздермен танысамыз. Күн тәртібі, режим, распорядок дня, таңғы ас, завтрак,
Түскі ас обед, кешкі ас ужин. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Күн тәртібі. Таңғы ас. Түскі ас. Кешкі ас. Өте жақсы балалар, енді осы жаңа сөздерді сөздік дәптерлерімізге жазып аламыз. Сөздік дәптерімізді ашамыз балалар. Сөздік. Балалар, біз сендермен бірге тәуелді жалғауын еске түсірейік. Мен оқығаннан кейін сендер қайталаңдар, жарай ма? Менімен бірге. Менің күн тәртібім. Сенің күн тәртібің. Сіздің күн тәртібіңіз. Оның күн тәртібі. Өте жақсы. Біз тәуелді жалғауын естедік балалар, еске түсірдік. Қараймыз, назар аударамыз, тыңдаймыз. Күн тәртібі. 7:00-де ұйқыдан тұрамын. 7:30-да таңғы ас ішемін. 8:00-де мектепке барамын. 12:00-де түскі ас ішемін. 14:00-де кітапханаға барамын. 15:00-де шахмат ойнаймын. 16:00-де үйге барамын. 17:00-де сабақ оқимын. 19:00-де кешкі ас ішемін. 20:00-де анама көмектесемін. 21:00-де теледидар келемін. Балалар, тыңдадыңдар, иә? Бұл не екен? Не туралы айтылды? Күн тәртібі туралы айтылды. Яғни, сағат 7-де тұрғаннан кешкі сағат 10-ға дейінгі өзінің күн тәртібі туралы айтып берді. Сендердің де күн тәртіптері осыған ұқсайды ма? Өте жақсы балалар, өте жақсы. Балалар, мына сөздерді дұрыс айтуға үйренеміз, дұрыс айтуды үйренеміз. Кәдімгі қайталаймыз. Күн тәртібі. Сабақ оқимын. Таңғы ас. Түскі ас. Кешкі ас. Өте жақсы. Әлібектің күн тәртібі. Әлібектің күн тәртібі. Міне осы Әлібектің күн тәртібін қазір оқимыз. Кім оқиды? Кәніге кім оқиды? Кім жақсы? Кәніге? Оқи ғой, сен оқи. Менің есімім Әлібек. Мынау менің күн тәртібім. Ең алдымен мен сағат таңғы 07:00-де оянамын. Күн сәуледе маған тұрт дейді. Шыға ғой. Ары қарай оқимыз. Мен тез жуынып, тісімді тазалаймын. Содан кейін менің сүйікті уақытымды жаттығу жасаймын. Күнімді қуатты бастау үшін. Отыра ғой, жақсы, келесі. 7:30-да болғанда ас үйге жүгіремін. Мен таңғы ас ішемін. Анам Гаухар дайындаған жұмыртқа бен ботқа өте дәмді. Енді орнымыздан бәріміз тұрып, сергіту сәтін орында көргенде
сауал әдісі арқылы біз сендермен бірге сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әлібектің күн тәртібі бойынша, иә? Әлібек сағат нешеде тұрады екен? 7-де тұрады екен, дұрыс айтасыңдар. Сағат нешеде таңғы ас ішеді екен? 7:30-да дұрыс. Сағат нешеде мектепке барады екен? 7-де. Кітапханаға сағат нешеде барады екен? 7-де. Өте дұрыс. Кешкі асты нешеде ішеді екен? 7-де. Ал сабағын қай уақытта оқиды екен? Сабақ қай уақытта оқиды екен? Үйге берген тапсырманы. Кешке, иә? Өте жақсы. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Так. Ал қараңыз балалар. Бәрі сұрақтарға назар аударамыз балалар. Осы үстіне. Так. Так. Балалар, Әлібек нешеде тамақ ішеді? Кім жауап береді? Орнымызда қол көтеріп жауап береміз. Толық жауап. Әлібек ішеді. Өте жақсы. Таңға сағат 7:30-да ішеді екен. Так. Келесі сұрағымыз балалар. Әлібек қашан сабақ оқиды? Әлібек кешке сабағын Оқиды, иә? Өте жақсы. Өте жақсы. Так. Балалар, келесі сұрағымыз. Әлібек 7-де не істейді? 7-де не істейді? Тұрады. Онымызда тұр жауап берейік, кім жауап береді? Толық жауап береміз. Гаипов. Әлібек сағат 7-де тұрады. Өте жақсы. Отыра қой. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз. Балалар. Әлібек нешеде кітапханаға барады? Абдурахманов. Сағат 3-те. Толық жауап береміз. Сағат 3-те ма? Кім жауап береді тағы да? Жауап бере қой. Сағат нешеде? Кітапханаға сағат 2-де барады. Өте жақсы, жарайсың. Енді келесі тапсырмамыз оқы, мына сөздерден сөйлеу құрап жаз дейді. Балаларына берілген сөздерден сөйлеу құрап жазамыз. Тақтаға кім шығады? Бірінші сөйлемге кім шығады? Кім құрастар бірінші сөйлемді? Ал, айта қой.